Ассалаумағалейкум мұсылмандарым, мені аяғына дейін тыңдаңыздар. Өйткені мұндай темаларға бүкіл жер бетінде менен басқа айтатын ешкім жоқ. Менен білімді қайдан алып жатсың деп сұрайды надандар. Мен оларға маған білімді Аллах береді десем, мені мазақ қылып күледі. Мына 1000 жыл болды. Мына біздің дүмше имамдарды қоспағанда бүкіл ғалым дейтін, улама дейтін адамдардың бәрінің білімін қосқанда осы Аллахтың берген біліміне жетпейді. Оны мен сіздерге қазір дәлелдеп беремін. Жай ғана кішкене ғана бір мысалменен. Егер шындық іздесеңіздер, менің видеоканалыма жазылыңыздар ютубтағы. Сондай-ақ менің uma.kz деген сайтым бар интернетте. Сонда кіріп бәр мақалаларды оқи аласыздар. Сонымен міне 1000 жыл болды. Исламның ғұлама ғалымдары деп есептеліп келген бүкіл дүмше ғалымсымақтардың бірде-бір осы уақытқа дейін мұсылмандардың Мұхаммед пайғамбарымыздың мешітінде саллаллаху алейхи вассаламның үлкен шірк жасап жүргендерін ұға алмай кетті. Олар өздері ұға алмағандарына қарамай басқаларды шірк жасауға итермелеуде. Құраннан білетіндей, Аллах шіріктен басқа барлық күнәларды кешіруге уәде берді. Ал шайтан дүмше ғұлама ғалымсымақтарды азғырып, сол кешірін емес шірікті жасатуда. Мұны ұғатын адам болмады 1000 жылдың ішінде. Аллах тек маған осыны ұқтырды умра кезінде Мединаға барған сапарымда. Бұл бір ғана мәселе емес мен көтерген. Осындай мұсылмандардың істеп жүрген қателіктерін менің сайтыма кіріп, не видеоканалымнан біле аласыздар. Сонымен, кімге сену керектігін жақсы ойланыңыз. Шайтанның өтірік хадистеріне ме, әлде Құранға ма? 2022 жылдың қаңтар айының соңында мен туристік фирмамен бірге умра жасарда алдымен Мединаға бардық. Турфирманың өкілдері маған бірнеше рет ұсыныс жасады. Бірге барған адамдармен бірігіп Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның мешітіне барып, Рауда әл-Шарифке барып, жұмақта намаз оқып келейік деді. Мен бұл өтірік хадис дегенме қарамай, елдің бәрін кезек-кезек апарды. Рауда әл-Шариф деген Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның қабірі мен минбарының арасындағы алақандай жер, және оны жұмақтың бақтарының бірі деп есептейді хадистер бойынша. Кейбір дүмше ғалымдар бұл жерде жасалған дұғалар мен намаздарды Аллах бұлжытпай қабылдайды деп есептейді. Басқа дүмше ғалымдар бұл жерде ғибадат ету ақыретте жұмаққа әкеледі деп есептейді. Кейбір дүмше ғалымдар ақыретте бұл жер жұмақтағы орындардың бірін айналады деп санайды. Мүлдем надан дүмше ғалымдар бұл жерде оқылған намаз жұмақта оқылған намазбен бірдей деп пәтуа шығарған. Қысқасы, осыдан шайтан өте жақсы жұмыс істеп, миы жоқ дүмше ғалымдарды жақсылап азғырғанын көруге болады. Мұндай пайымдаудың негізгі критерий шайтанның өтірік хадисі. Ол хадисте былай дейді: менің қабірім мен минбардың арасында Рауда орналасқан. Ол жұмақтың бақтарының бірі дейді, Бұхари мен Мүслимде. Өлмей тұрып Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің өлген соң қайда жерлеу керектігін ешкімге ешқашан айтқан емес. Бұл туралы оның сүйікті қызы Фатима да, құрметті күйеу баласы Әли де білмеді. Бұл туралы оның бірде-бір әйелі білмеген, тіпті Айша да білмеді. Егер қай жерде жерлеу маңызды болса, онда ажал келместен бұрын алдын ала айтылар еді ғой, ескертілді. Ескертілмеген себебі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ажал келген соң өзін басқадан мұсылмандар жерленген ортақ зиратқа жерленемін деп ойлады. Сондықтан Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтылғандай, менің қабірім мен минбардың арасында Рауда орналасқан, ол жұмақтың бақтарының бірі деген сөздерді ешкімге ешқашан айтпады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі қайтыс болғаннан кейін мұсылмандар бірігіп имаммен бірге жаназа намазын оқуларына тыйым салған кезінде неге өзін қайда жерлеу керектігін айтпады деген сұрақ туады. Өйткені ол өзін сахабалармен бірге жатамын ғой деп есептеді. Тек Әбу Бәкір пайғамбардың қайтыс болған жерінде жерленетіні туралы әңгіме естігенін айтты. Ол кезде Әбу Бәкір халиф болып сайланған. Сондықтан көпшілік соның сөзіне сеніп, қазіргі жатқан жеріне жерленген. Бұл хадистің өтірік екеніне тағы бір дәлел ретінде Құранның аятын келтіруге болады. Ол аятта Аллах біз өзіне қайтқан кезде
Тұрған жеріміздің басқа жерге ауысатын, аспанның өзгеретін туралы былай дейді. Мен орысшасын келтірейін. В тот день земля будет заменена другой, равно как и небеса. Сура Ибрахим, 48-ші аят. Сондықтан біз өмір сүріп жатқан жер беті ешқашанда жұмақтың бағына айналмайтынын ұмытпаңыздар. Жұмақ қазір бар. Жер бар болса, жұмақ та бар. Жұмаққа не керек, оның бәрі уже жұмақта бар. Сондықтан ешқандай жер ешқашанда жұмақтың жеріне ауыспайды. Сондықтан да бұл хадисті шайтан шығарған өтірік хадис ретінде қабылдау керек. Басқа да жалған хадистер бар. Олардың бірінде мен қайтыс болғаннан кейін кім маған келсе, онда ол мені тірі кезімде келген адам ретінде болады дейді Табаранида. Бұл шайтанның хадисі. Өлгеннен кейін оның қабіріне барумен тірі адамға барып сөйлесу мүлдем басқа нәрсе, ақылға сыймайды. Басқа хадисте былай делінген: адам менің қабірімде тұрып маған салауат айтып жатқанда мен оны естимін. Ал маған басқа жерде салауат айтқан адам болса, оның бұл жерге келген қажеттілігі болашақта орындалады. Және қиямет күні мен оған куәгері және шапағатшы боламын дейді Байхақидан келген хадисте. Сондай-ақ оған адамдардың салауатын жеткізетін арнайы періштелер бар деген де хадис бар. Бұл хадистер де шайтаннан. Құрандағы Алла өз қабіріндегі өлі тірілерді естімейді деп бірнеше рет айтады. Міне аяттардың бірі. Тірілер мен өлілер тең емес, шынында да Аллах қалаған адамға есту қабілетін береді. Және сіз қабірдегілерді ести алмайсыз дейді 35-ші сүренің 22-ші аяты. Шайтанның басқа хадистерін еске түсірудің қажеті жоқ. Мен олардың бәрін білемін. Құранда Аллах пайғамбарлар мен елшілерден басқа деп айтпады. Егер пайғамбарлар мен елшілер еститін болса, онда Құранда Алла тағала оны обязательно айту керек еді. Бірақ қабірлердегі барлық өлілер туралы айтты. Өлгендердің бәрі барзақ әлеміне кетеді де бұл дүниемен байланыс үзіледі. Бұл бүкіл адамзатқа тиісті заңдылық. Пайғамбарлар мен елшілер де қарапайым адамдар екенін ұмытпаңыздар. Соңында мен Мұхаммед пайғамбардан саллаллаху алейхи вассаламнан сот күні шапағатшы болуын сұрайтын әлемдегі барлық мұсылмандар үшін ең кешірмейтін шіркке тоқталғым келеді. Олар жаратушыдан емес, басқаларды айтпағанда өзіне көмек салмайтын жаратылған адамнан көмек сұрайды. Әсіресе осы Рауда әл-Шарифаға баратындар. Барлық мұсылмандар, әсіресе әлемнің жұмшы ғалымдары, күніне 1000 жыл бойы әл-Курси аятын бірнеше рет оқыса да, бұл аяттың мазмұнын ұға алмай кетуде. Бұл аятта Аллах анық және ашық айтады: оның рұқсатынсыз оған кім шапағат етеді? 2-ші сүренің 255-ші аяты. Көріп отырғаныңыздай, күніне миллион рет Мұхаммед пайғамбардан саллаллаху алейхи вассаламнан шапағатшы болуын сұрасаңыз да, ол сіздің шапағатыңыз бола алмайды. Онымен сіз тек шірк жасайсыз. Тек бір Аллахқа